құрметті тыңдаушылар, мен Ақсай қаласының номер 7-ші мектебінің 6-шы Б сынып оқушысы Оразғалиева Фаризамын. Менің жобамның тақырыбы қазақ ертегілерінің сипаты. Жобамның мақсаты ертегілердегі адамзат есімдерін зат есім бойынша зерттеу, қазақ ертегілері туралы ғалымдарды зерттеулерге сүйену. Жобамның міндеті адамзат зат есімдеріне жалпы түсініктеме беру, қазақ ертегілеріндегі адамзат зат есімдерінің лингвистикалық жағына қарастыру, адамзат зат есімдерінің тобы, туыс атауларына сипаттама беру. Өзектілігі ертегілер және ондағы есімдерге туралы мәлімет түзілді, адамзат атауларының семантикасы жан-жақты зерттеліп, сипаттама берілді. Зерттеудің нысаны Әуезов, Төлеуов, Ысмайылов қазақ ертегілері туралы зерттеу еңбектеріндегі адамзат есімдері туралы деректер. Зерттеудегі ертегілердің оның тарихы, құрылысы мен құрылымы, адамзат есімдері бойынша мәліметтер, тақырыптар, ертегілерді алып оқуға болады. Зерттеулерден кейін ертегі кітап оқуына, ондағы сөздер мен есімдердің мағынасын түсінуге мүмкіншілік алады. 5-ші сыныптың қазақ тілі оқулығында зат есім дегеніміз заттың, құбылыстың, ұғымның атын білдіріп, кім не сұрақтарына жауап беретін сөз табы. Кім деген грамматикалық сұрауға жауап беретін зат есімдерге жалпы адам атаулары жатады. Адамзат зат есімдер атаулары, туыс атаулары, адамға тән атаулары, кісі аттары, іс, әрекет пен кәсіп мамандық иелерінің атаулары, әр алуан қызмет баптары мен лауазым атаулары. Қазақ ертегілеріндегі адамзат зат есімдерінің қолданылуы. Бірінші, қыз, ұрғашы, жынысты сәби, әйел бала. Екінші, балаларға толған қыз бала, бойжеткен. Ауыспалы мағынада айтсақ, қыз айтылды, қызға құда түсті, сөйлесті. Қыз алып, қыз берісті, бір-бірімен құда болды. Қыздың жиған жүруде өте әдемі, жинақы. Қыз көрді, ауыл аралап, қалыңдық іздеді. Тағы да басқа тіркестер қолданылады. Кемпір сөзді жасы ұлғайған, қартайған әйел, шал кісінің жасы келген әйелі. Жалмауыз кемпір, ертегілерде кездесетін қасқыш, тажал әйел бейнесі. Ауыспалы мағынада айтсақ, қолмағай мешкей адам. Қанағатсыз, обыр, аш өз кісі, мифологиялық кейіпкер, қарға тұмсық, қол аяғының тырнағы сояулар, кейде жеті жаста адам қадын сұратын қорқынышты қазақ ертегілеріндегі жағымсыз бейне. Ертегілеріндегі адамзат зат есімдерінің танымдық сипаты. Адақтаған ағаңды алса, өміріне ырысын, асқат алай әкеңді алса, өбек күнің құрысын деп еңіреп қоя беріпті. Ертегінің осы бөлігінде бала ұлы ата-ананың перзенті, ұрпағы, әке балалы болған бір адам, ана баланың туған шешесі ретінде берілген. Адамзат атауларының бір тобы кісі аттары. Ертегілердегі есімдер Ертөстік, Кенжебек, Кендебай, Ерназар, Таусоғар, Жырғаяқ, Көлтауысар, Саққұлақ. Ертөстік төс сүйегі тілек қызметін атқарады. Жас балаға төстік есімі елдің тілегі сүйеніші болсын деп ырыммен қойылған. Кенжебек, кенже және би түбірлерінің бірігуі, ақылы әулеттің кенжесі, ерекше жан есім мағынасында. Кендебай, кен және бай сөздерінің бірігуінен, яғни пейілі кең, бай әрі елін сүйер азамат болсын деген ырыммен қойылған. Ерназар, ер және назар түбірлерінің бірігуінен құрылған. Елдің алдында, назарында жүреді деген мағынада берілген. Таусоғар, тау және сол сөздерінің бірігуі арқылы жасалған, яғни халық алып талға теңеуден туындаған. Шилаяқ, шетей жүйрік, бәйгеде алдына жан салмайтын адамдарға берілген есім. Көлтауысар, көл және тауысу сөздерінің бірігуі арқылы жасалған, шөлге ұрынбай, табиғат апатынан кесуден сақталудан туындаған. Саққұлақ, сақ және құлақ сөзінің бірігуі арқылы жасалған, жеті қат жер астындағыны естуге мүмкіндік болса деген халық арманынан туған есім. Менің зерттеуімнің нәтижелері. Қазақ ертегілеріндегі адамзат зат есімдерінің мағынасынан мән бере бастады. Екінші, адамзат есімдерінің этимологиялық мағынасы мен жасалу жолына үңілетін болды. Мен зерттеу жұмысын жүргізіп, өзім көп мәлімет алғаннан кейін басқа оқушылардың да ертегіні қаншалықты оқып, ондағы кейіпкерлерге мән беретінін білу мақсатында ауызша сұрастыру жұмыстарын жүргіздім. Олар 3 сыныптан тұрады. Бірінші, сіз ертегі оқисыз ба? Соңғы оқыған ертегіңіз. Екінші, ондағы кейіпкерлер кімдер, немесе нелер? Үшінші, адамзат есімдері қалай жасалғанына мән бердіңіз бе? Оқушылардың көпшілігі өкінішке орай ертегі оқымаймыз деп жауап берді. Оқыған ертегілердің кейіпкерлерін білмейтінін, нақты айта алмағандары
жастары қаншама. Сондықтан қаңтар айынан бастап мектеп кітапханашысымен келісе отырып оқуға құштар мектеп жобасы аясында әншейін ертесі танымдық сағатын өткізуді жоспарлап отырмыз. Қаңтар айына дейін қай күні қай ертегіні оқитынымызды, ондағы кейіпкерлерге байланысты танымдық сұрақтар, ертегі желісі бойынша презентациялар дайындаймыз. Қорытындылай келе, қазақ ертегілеріндегі адамзат есімдері тақырыбындағы зерттеу еңбегін қазақ халқының ұлттық атауларын насихаттауға, соның ішінде адамзат атауларындағы туыстық ұғымдарды тануға қосқан ізденіс деп тануға болады. Әсіресе бала кезімізде бізге таныс ертегі кейіпкерлерінің есімінің шығу тарихын, сөздің танымдық сипатын білу аса маңызды нәрсе, әр адамды қызықтыратын тақырып деп ойлаймын. Бұл жұмысты әрі қарай зерттеп, ертегі оқитындардың одағы адамзат есімдеріне мән беретіндердің санын көбейтуді көздеймін. Алдағы уақытта ертегілерді аталатын жер-су атауларына, тарихи орындарға да зерттеу жүргізу ойымда бар.